Әкем жақында маған дүрбі сыйлаған болатын. Бүгін мен ол дүрбімен түнгі аспандағы жұлдыздарды және терезеден қаланы қарап тұрған болатынмын. Бір кезде мен біздің үйге қарама қарсы тұрған үйдің қалың көп терезесінің біреуінің шамы жанып өшіп тұрғанын байқадым. Дүрбімен сол терезеге нақтап қарай едім, шамның өшіп жануы тоқтай қалды және сол терезеден ары қарап шашын тарап тұрған қызды байқадым. Сырт келбеті келісті болғандықтан көзімді алмай біраз аңдып қарап тұрдым. Бір кезде ол жалт беріп қарай қалды. Мен қатты шошып кеттім. Себебі оның бет әлпеті адам шошырлықтай еді. Тісі өткір, шығыңқы және үлкен көздерімен маған қарап зәремді алды. Сосын қисаңдап басқа бөлмеге жүріп кетті. Мен не болатынын білгім келіп, перденің артына тығылып қарап тұрдым. Сол сәтте подъездің де жарығы өшіп жана бастады. Бір кезде оның маған қарап тұрғанын көрдім. Және де қатты шошып кеттім. Ол баспалдақпен тез астына түсіп кетті. Бір кезде қараңғы даладан адамның көлеңкесі біздің үйге қарай келе жатқанын байқадым. Мен не болатындығын білгім келіп пәтерден шықтым. Сол сәтте біздің подъездің есігі тарс етіп жабылғанын естідім. Кім екенін білгім келіп баспалдақтан төмен қарасам, ол да маған бадырайып қарап тұр екен. Мен жүгіріп барып пәтердің есігін жауып алдым. Тым-тырыс тыныштық орнады. Осы тыныштықта мен тек өз жүрегімнің қатты дүрсілін естіп тұрмын. Бір кезде біреудің менің есігіме жақындағанын сездім.